Армысың алтын көрермен. Бүгін мен қазақ ММА-індегі батырларымызды әке қырынан көрсетпекпін. Әкелі бала жау жүрек деген керемет сөз бар. Әке біздің бірінші әрі мәңгі қорғанышымыз. Сол кісінің қамқорлығы арқасында біздің өзімізге деген, қоршаған әлемге деген сеніміміз артады. Ал егер әкең палуан болса, бұл тіпті керемет шығар. Бірден айтайын, бүгінгі рейтингіміздің орындарына қарамай қойыңыз. Кім қайсы орында тұрса да, өз отбасы үшін ең керемет, ең сүйікті әке. Ондай болса, файтер әкелерімізбен танысайық. Әлиби Идрис, Еркін күш командасының мүшесі. Жауынгеріміз былтыр күзде екінші рет әке атанды. Әлиби мырза бір сұхбатында жеке өмір мен спортты қатар ұстау қиын деген. Десе де мүмкіндігінше бос уақытын отбасымен өткізуге тырысады. Ал жақында шаруалармен Алматыға келіп кеткенде тұңғыш баласын өзімен бірге ертіп, біраз уақытын перзентіне арнады. Балаларыңызбен не әңгіме айтып, қалай еркелетесіз дегенде, бізде тек байыпты әңгіме болады деп әзілдесіп өтті. Қазбек Сағын, әрі әнші, әрі жауынгер. Қазбек жігітке жеті өнерде аз дегенді өзіне ұран етіп алған секілді. Алланың берген әр мүмкіндігін пайдаланып, жан-жақты болуға тырысады. Қазбек мырза, бәріне қалай үлгеріп жүрсіз? Жаттығу залына да барып, әнді де айтып, антикорлық қызметі де қатар алып, 6 айлық тәтті ұлыңызға да уақыт бөліп үлгересіз. Сізден талай жан үлгі алу керек сияқты. Михаил Краймер немесе Вестник ММА. Әріптесім жақында ғана Марк есімді батырдың әкесі атанды. Меніңше Миша керемет әке болатын сияқты. Бізге Найза ұжымындағы әріптестеріне үнемі көмектесіп, тәжірибесімен бөлісіп, бар ақылын айтып отырады. Ал Михаилдың адамгершілік қасиеті ол бөлек әңгіме. Егер басқа біреуге осындай қамқорлық көрсетсе, өз баласына қандай тірек тұтар сеніш болады десеңші. Келіншегімен кішкентай батырын перзентханадан түгелдей Найзаның ұжымы келіп күтіп алды. Миша, әке атануыңмен тағы да құттықтаймыз. Олжас Абзалиев, Абырой Тим командасының мүшесі. Жауынгеріміз 3 тәтті қыздың әкесі. Өздеріңіз түсінгендей, жалпы спортшы болу оңай емес. Ал егер сен үйленіп, балалы шағалы болсаң, бұл екі дүниені қатар ұстау тіптен қиын. Олжас мырза спорттық жиын кезінде таң атпай кетіп, түнге қарай бірақ қайтады екен. Бірақ бос уақытын отбасына арнауға тырысады. Жарыстан келгенде қыздарымен киноға барып, тәттілерді алып береді екен. Жазда саябаққа жүгіруге шыққанда міндетті түрде отбасын ертіп кетеді. Өзі әлгі саябақта жүгіріп жүрсе, келіншегі мен кішкентай ханшайымдары серуендеп жүреді. Көшен Ақанов. Келесі аптада өтетін Айза 59 турнирінде өнер көрсететін Көшеннің бар уақыты жаттығу залында өтеді. Соған қарамастан отбасына көңіл бөлуді ұмытпайды. Кешкі жаттығудан кейін үйдегілерге хабарласып, дайын отырыңдар. Қалаға барып қыдырамыз дейді екен. Сөйтіп отбасы болып серуендеп, дүкенге барып уақыт өткізеді. Үлкен ұлы Нұрислам тура әкесінің баласы екен. Таңертең оянғанда таңғы асын анасынан емес, Көшеннен сұрайды екен. Қаныбек Жаныбекұлы. Бұл кісінің де жеке өмірі жайлы ақпарат өте аз. Әрі отбасы туралы сұрағанымда аздап ұялып та қалды. Қырғыз батырымыз бір қыз бен бір ұлдың әкесі. Жақын арада Алла бұйырса 3-ші рет әке атанады. Жауынгер жаттығудан қолы босай салысымен үйге асығып, балаларын құшағына басады. Шавкат Рахмонов, Дартим командасының мүшесі, UFC жауынгері. Шавкат жеке өмірін аса көрсеткісі келмейтіні бар. Бүгінде Намат 3 баланың әкесі. Бұндай батыр мінезді әкенің барында өмірде ештеңеден қорықпайтын сияқтысың. Шавкаттың перзенттеріне бұл бақыт бұйырды. Файтеріміз бос уақытын барынша отбасымен өткізеді. Біреуге үрей салса, отбасы үшін ең мейірімді, қамқор әрі жанұясының тыныштығын қорғайтын қаһарман батыр. Дастан Амангелді, Еркін күш командасының файтері. Дастан ағамыз 2 ұл мен 1 қыздың әкесі. Палуанның отбасы ауылда тұрса, Дастанның өзі Ақтөбеге барып жаттығады екен. Аптасына 1-2 рет қана үйге барып сүйіктілермен жүздеседі. Әрине, бұл балаларға да Дастан үшін де қиын. Сондықтан достар, спорттағы жетістікке жету оңай деп ойласаңыз қателесесіз. Өмірдегі кейбір дүниелерді құрбандыққа беруден басқа амал жоқ. Асу Алмабаев, Дартим командасының жауынгері. Асудың бүгіндегі жетістігі тек UFC-дің жауынгері атанған емес.
сонымен қатар үлгілі әке болғаны. Желтоқсанда бәріміз Шавкат Рахмоновтың Стивен Томпсонмен жекпе-жегін тамашалап жатқан кезімізде, дәл сол сәтте Асу 4-ші рет әке атанды. Дартим командасының инста парақшасында Зульфикар кейде тұңғыш ұлымен жаттығатыны бар. Балақай әкесі сияқты еңбекқор, пысық екені бірден көзге түсті. Және рейтингіміздің гран-при иегері Нұрбек Қарабала, Найза лигасының президенті. Нұрбек мырза бүгінде 3 баланың әкесі. Дәлірек айтқанда 3 емес 33. Ол кісіде Найза деген екінші отбасы бар. Бірақ ағайымыз бәріне уақыт бөліп үлгереді. Үйінде балақайларын тәрбиелеп еркелетсе, жұмысында бізге қамқорлығын көрсетеді. Спорт күш деген ұранмен Нұрбек қызы болсын, ұлы болсын спортқа баулап жүр. Егер ол кісінің инста парақшасына жазылған болсаңыз, бұны байқап қалған боларсыз. Осы шығарылымнан кейін әкеңіз жаныңызда болса, бір қысып құшақтап алыңыз. Өйткені әкемен өткізген әрбір сәт жүрекке жылу салады. Ал менде бүгінде осы. Естеріңізге сала кетейін, егер Найзаның YouTube-тегі және өзге де әлеуметтік желілердегі парақшаларына жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, оқырмандар қатарына қосылыңыз. Сіздермен болған Алена, келесі жүздескенше.